Фильм Жапонияда басталады. Онда якудза басшысы Оябун адамдарының тапсырманы орындай алмағанына қатты ашуланады. Ол оларға ақшта жаңа жұмыс беріп, екінші мүмкіндік ұсынады. Бірақ алдымен жаза ретінде әрқайсысы бір саусағын кесіп тастау керек. Джо бірінші болып саусағын кеседі. Одан кейін Том да солай істейді. Ал соңғы адам тартынғанда Оябун оны басын шауып тастайды. 3 аптадан кейін Миннесота штатындағы Нормал қаласында уақытша шериф Уиллис мотельдегі бөлмесінде оянып, жауап бермейтін болса да, бөлек тұратын әйелі Пенниге тағы да дауысты хабарлама қалдырады. Сыртта оның орынбасары Майк күтіп тұр. Ол Уиллисті қаланы аралатуға алып шығады. Уиллис шерифсіз қалған қалаларға уақытша тағайындалып жүреді. Оның басты қағидасы қарапайым: қаланы қалай тапса, сол күйінде қалдыру. Бірақ Нормал қаласына келгеннен ақ бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезеді. Жолда Майк Эрнидің атақты ет бәліші туралы айтып береді де, әрі болашақта алғысы келетін мотоцикліне сәйкестендіріп сатып алған даңғаза күртесін мақтанышпен көрсетеді. Уиллис қаланың тым бай көрінетінін байқап, осындай шағын елді мекеннің жаңа әкімдік ғимараты үшін 16,8 миллион долларды қалай жинаған сұрайды. Майк болса тек бүкіл қауымдастық бірігіп жұмыс істеген айтады. Полиция бөлімшесіне келгенде бір адам көршісінің эвакуаторын өз орнына қойғанына наразы болып, қабылдаушы Саллимен дауласып жатады. Уиллис сабырмен араласып, өзінің шериф ретінде таныстырады. Салли оған өткен аптада шериф Гундерсон қайтыс болғандықтан оның орнына келгенін түсіндіреді. Көп ұзамай орынбасар Блейн пончиктер алып келіп, әзілдеп, белгішені тағу қандай екен? Тек маған жыл ұстап жүрсің ғой дейді. Кейін Уиллис Гундерсонның құжаттарын қарап отырып, оның өлімі жүрек талмасы деп тіркелгенін көреді. Сондай-ақ әкемнен деген жазу бар тапаншаны тауып алады. Оқ дәріні алып тастап, оны айғақтар бөлмесіне өткізеді. Біраздан соң Салли оны қару-жарақ қоймасынан тауып алады. Уиллис қаладағы қару-жарақтың көптігіне, тіпті C4 жарылғышының болуына таңғалады. Уиллис оған бөлмені үнемі құлыптап жүруді ескертеді. Келесі бірнеше күнде ол шағын қаланың күнделікті мәселелерін әдеттегідей сабырмен шешіп жүреді. Ол Эрнидің дәмханасына барып, жылы қарсы алынады. Қабырғадағы қаруларды көргенде Эрни олардың атасынан қалған айтып, Уиллис қаладан кетпей тұрып міндетті түрде бәліштен дәм тату керек екенін айтады. Теледидарда тілші Миннесотаға күшті қарлы боран жақындап келе жатқанын хабарлайды. Келесі таңертең Уиллис қорқынышты түстен оянады. Патрульде жүргенде Салли құрылыс дүкенінде төбелес болып жатқанын хабарлайды. Дүкенге келгенде иесі Мейнард қарт клиент Клейтонмен ұрысып жатыр. Клейтон дәл осындай тауарларды Амазоннан арзанырақ сатып алуға болатынын айтады. Осы кезде Уиллис бірнеше құлыппен жабылған үлкен шкафты байқайды. Мейнард оның ішінде ағаш түбірін кетіретін химиялық зат сақталғанын жай ғана айтады. Алайда Уиллис сұрағын жалғастыра алмай қалады. Өйткені Мэри есімді қарт әйел оны жіп дүкеніне сүйреп апарып, қызғылт жіптің орнына көбелек тәрсілдерін алғанына шағымданады. Кейін Гундерсонды еске алу рәсімде қала мэрі Кейпнер марқұм шериф туралы сөз сөйлейді. Уиллис Уолтермен сөйлесіп, Гундерсонның балық аулау мен ішімдікті жақсы көргенін, тіпті қолында қармақ ұстап отырған күйі қайтыс болған біледі. Осы кезде Кейпнер әңгімеге араласып, Уиллистен қаланың ұнап жатқанын сұрайды. Ол оған тұрақты шериф қызметін ұсынады. Бірақ Уиллис ойланатынын айтады. Сыртта ол жас қыздың Блейнмен ұрысып жатқан көреді. Майк оның Алекс екенін, яғни Гундерсонның қыз екенін түсіндіреді. Сол түні Эрнидің дәмханасында кешкі ас ішкеннен кейін бар қызметкері Мойра Уиллисті бірге уақыт өткізуге шақырады. Ол Гундерсонды танығанын айтып, оның өлімі өкінішті болғанын, бірақ өзі жақсы көретін іспен ішімдік ішіп, балық аулап жүргенде қайтыс болғанын айтады. Сонда Уиллис өз өткенін әңгімелейді. Бұрын ол Тыныш ауданның шерифі болған және мектеп кезіндегі сүйіктісіне үйленген. Бір күні жас қыз әкесінің өзіне зорлық көрсететінін айтып көмек сұрайды. Бірақ Уиллис әкесін жақсы танығандықтан қызға сенбейді. Бірнеше күннен кейін сол үйден атылған оқ туралы хабарлама түседі. Оқиға орнына барған кезде қызының әкесін атып өлтірген көреді. Қыз Уиллисті өзіне көмектеспегені үшін кінәлап, оған қару кезейді. Екеуі бір уақытта оқ атады. Бірақ Уиллис бірінші болып атып үлгереді. Осы оқиғадан кейін оның ішінде бір нәрсе үзіліп кеткендей болады. Өзімен бірге өмір сүру қиын адамға айналып, ақырында некесі бұзылады. Ол әлі күнге дейін Пенниге қорғаушы алады, бірақ әйелі ешқашан жауап бермейді. Келесі күні Уиллис қалаға келген қонақ Лорриге печеньесі автоматта тұрып қалған кезде көмектеседі. Сол түні ол жол бойында фургонда отырған Алекске жолығады. Қыздың ішімдік ішкен-ішпегенін сұрап қасына отырады. Гундерсонның кеңсесінен оның суреттерін көрген айтып, әкесінің көзін алғанын жеткізеді. Блейнмен неге ұрысқан сұрағанда Алекс Кейпнер билікке келгенге дейін бұл қала дұрыс пен бұрысты ажырата алатын еді дейді. Ол әкесін шындықты көруге көндірмек болған, бірақ әкесі қызы мен қала арасында таңдау жасауға мәжбүр болған. Соңында Алекс оны таңдау жасауға итермелеп, бұл оның өліміне әкелген. Уиллис оның не айтқысы
келгенін түсінетін айтып, қолындағы қаруын беруін сұрайды. Тұратын жері болмағандықтан оны полиция бөлімшесіне алып келіп, қауіпсіз болу үшін камераға жатқызады. Келесі күні таңертең оған таңғы ас қалдырып кетеді. Кейін Майк шерудің бағытын талқылап жатқанда, кенеттен банк дабылы іске қосылады. Бөлімшедегі барлығы бірден қобалжып кетеді. Ал Уиллис олардың неге сонша қорыққанын түсінбейді. Жергілікті банкте Лори мен оның жігіті Кит қарумен тонау жасап жатыр екен. Лори кассирге ақшаны сөмкеге салу бұйырады, бірақ банкте небәрі $2000 ғана болады. Өйткені адамдар қолма-қол ақшаны сирек қолданады. Сонда Кит банк менеджері Терриді қоймаға апаруға мәжбүрлейді. Лори полиция тым кез келіп қояды деп алаңдап тұрған кезде, кенет бір клиенттің жүрегі тоқтап қалады. Кейт абдырап қалады, бірақ Лори ер адамның дәрісін тауып беріп, оны ішкізеді. Ол әлі де демалмай жатқан соң Кейтке жүрек массажын жасауды бұйырады. Сол кезде күзетшілердің бірі бұрынғы якуза мүшесі Джо жасырын түрде Оюбунға хабар береді. Артынша Джо кенеттен Кейтті пышақтап жібереді. Лори оған оқ атады, бірақ байқаусызда Кейттің мойнын жанап өтіп, кейін Джоны жаралайды. Джоның қаруы атылып кетіп, сырттағы екінші күзетшіні өлтіреді. Блейн Уиллиске жағдайды өздерімен Майк шешетін айтады, бірақ Уиллис жақын маңдағы көліктен Лоридің итін көріп, оның іске қатысы бар екенін түсінеді. Ол банкке өзі кіруге шешім қабылдап, егер мұны дұрыс істемесек, үлкен қырғынға айналуы мүмкін дейді. Блейн мэр Кейпнерге хабарласады, ал Кейпнер суыққанды түрде Уиллисті өлтіруді бұйырады. Уиллис банкке жақындағанда Блейн оқ атады, бірақ оқ тек оқ өтпейтін кеудешесіне тиеді. Мұны көрген Лори таңғалып, олар неге шерифке оқ жаудырып жатыр дейді. Уиллис жауап ретінде оқ атып, ішіндегілердің бәріне жерге жатуды бұйырады. Банк ішінде ол Лори мен Кейттен бұл істің артында одан да үлкен нәрсе бар ма деп сұрайды, бірақ Лори бәрін жоққа шығарады. Сонда Терри кінәні олардың мойнына артып, егер қойманы сұрамағанда, тек ақшаны алып кеткенде мұның бәрі болмас еді дейді. Уиллис Терриді қойманы ашуға мәжбүрлейді. Ішінде үйіліп жатқан қолма-қол ақша мен алтын құймаларын көреді. Терри қашуға тырысады, кейін қаруына ұмтылады, бірақ тайып кетіп, кездейсоқ өзін-өзі атып салады. Осы кезде Майк артқы есікке келеді. Уиллис оны күртесінің ерекше дыбысынан бірден таниды. Сол сәтте телефон шырылдайды. Тұтқаны көтерген Уиллиске мэр Кейпнер бүкіл шындықты айтып береді. Ол Блейнге Уиллисті өлтіруді өзі бұйырғанын мойындайды. Және бұл іске тек полиция ғана емес екенін түсіндіреді. Бұған бүкіл қала қатысқан дейді. Бірнеше жыл бұрын Нормал қаласы банктер мен ірі корпорациялардан күйзеліп, құлдыраудың алдында тұрған. Сол кезде якуза қалаға мәміле ұсынған. Оларға Америкадағы заңсыз табыстарын жасыратын тыныш орын керек болған. Ал оның орнына Нормал қалаға сол ақшаның белгілі бір пайызы беріліп отырған. Қала бұл ұсынысты қабылдап, содан бері гүлденіп келеді. Кейпнер кейбір тұрғындардың бұған қарсы болғанын мойындайды, бірақ олардың мәселесін өзі шешкенін айтып, суық жымиып қояды. Уиллис енді бұл шындықты білген соң өзін тірі қалдырмайтынын түсінеді. Кейпнер оның тірі қалуына болатынын айтады, бірақ бір шартпен: Лори мен Кейтті өлтіріп, қылмысты жасыруға өзі де қатысу керек. Уиллис тұтқаны қоя салады. Сол сәтте қысқа боран күшейіп, электр жарығы өшіп қалады. Бірнеше минуттан кейін Уиллис ауыр қаруды пайдаланып, сыртқа қарай оқ атады, бірақ кездейсоқ мэр Кейпнерге тиіп кетіп, оны жарып жібереді. Уиллис қатты таңғалады, өйткені ол Кейпнерді көздеген жоқ еді. Полициялар шок күйінде қатып қалады. Осы мүмкіндікті пайдаланып, Уиллис оларға оқ жаудырып, Лори мен Кейтке қашып шығуға мүмкіндік береді. Джо электр жарығы өшкендіктен Оюбунмен байланыс алмайды. Мұны естіген якудза басшысы дереу жеке ұшағын дайындауды бұйырады. Уиллис Лори мен Кейтке ішке кіріп кетуді айтып, өзі полицияларды бөгеп тұрады. Үшеуі Мэридің жіп сататын дүкеніне кіріп кетеді. Лори бұл қаланың Нормал деп аталуы бекер екен дейді. Уиллис Кейттің жарасын қарап, Мэриден алғашқы көмек қобдишасымен рация сұрайды. Бірақ кенеттен Мэри олардың өзіне шабуыл жасайды. Уиллис оны сабырға шақыру тырысса, Лори оқ ата бастайды. Лоридің оғы таусылған соң, Уиллис екеуі үлкен сөрені Мэридің үстіне құлатып, ақыры оны өлтіреді. Осы уақытта полициялар балмұздақ дүкенінде қайта топтасады. Майк банк қоймасынан якудзаның ақшасы мен алтынын тапқаннан кейін қарақшылардың шерифпен бірігіп кеткенін түсіндіреді. Сосын ол мұздатқыштың артындағы жасырын панельді ашып, онда сақталған көптеген қару мен оқ-дәріні көрсетеді. Ал Уиллиспен бірге отырған Лори мен өздері Кейттің тек жаңа өмір бастағысы келгенін, бірақ тұтас бір қаламен соғысамыз деп ешқашан ойламағанын айтады. Уиллис полиция бөлімшесіне жету керек деп шешеді, өйткені онда қар тазалайтын техника бар. Кейт оны жүргізе алатын айтады. Бірақ біреу оларға оқ жаудыра бастағанда, Уиллис құрылыс дүкенінің терезесін бұзып кіріп кетіп, сендер кете беріңдер, мен арттарынан жетем дейді. Дүкен ішінде Мейнард оған шабуыл жасайды. Уиллис бірнеше соққыдан жалтарып үлгергенімен ақырында қарсыласы басымдыққа ие болады. Арпалыс кезінде Уиллис бұл қаладағы адамдарға не болған өзі деп сұрайды. Мейнард олардың Уиллис туралы алдын ала мәлімет жинағанын айтып береді. Олар оны өзгелердің ісіне араласа бермейтін адам ретінде таңдап алған екен. Ақыры Уиллис Мейнардты өлтіріп, құлыпталған шкафты ашады. Ішінде динамит пен жол сигналдық алауларын табады. Сыртта Лори мен Кейтті әлі де аңдып жүр. Кейт банк қоймасының
жасырын түрде бір алтын құйма алып кеткен мойындайды. Сол алтынмен шабуылдаушылардың бірін ұрып құлатады. Бірақ кейін қаруды алып атпақ болғанда, оның бос екенін байқайды. Блейн мен басқа полицейлер жақындап қалған кезде, Уиллис олардың үстіне динамиттер лақтырады. Қатты жарылыстар болады. Майк бір динамитті өшірмек болып ұстап қалады, бірақ ол қолында жарылып, оны бірнеше метрге ұшырып жібереді. Полиция бөлімшесіне жеткен кезде Салли, Лори мен Китті көріп, қолындағы мылтықпен оларға қарай жүгіреді. Алайда Уиллис дер кезінде келіп, оны тоқтатады. Төбелес кезінде кенеттен бір көлік Саллидің үстіне құлап, оны бірден өлтіреді. Содан кейін Уиллис гараж есігін ашып, ауруханаға кетіңдер дейді. Өзі болса қалуды шешеді. Өйткені ол өмір бойы барлық нәрседен қашып жүруден шаршаған еді. Кейттің алтын құйманы ұрлаған білген соң, осыны екінші мүмкіндіктерін үшін пайдаланыңдар дейді. Лори, Кейт және олардың иті Нормал қаласынан артта қалдырып кетіп қалады. Ал қаланың қалған тұрғындары оларды іздей бастайды. Бірақ доктор Уолтер Уиллис қашып кететін адам емес дейді. Полиция бөлімшесінде Уиллис өзін соңғы шайқасқа дайындайды. Қару мен оқ-дәрілерді жинап жатқанда, кенеттен Мойра келіп, оның кеудешесіне оқ атады. Тынысы тарылып жатқан Уиллис әзілдеп, жаныңда ішетін нәрсе жоқ па деп сұрайды. Содан кейін, сен де жаныңды сатып жібердің бе дейді. Мойра тірі қалу үшін солай жасауға мәжбүр болғанын айтады. Бірақ ол Уиллистің де өз жанын сатып жібергенін айтып бетіне бастады. Сонда Уиллис бұрынғы оқиға туралы шындықты ашады. Ол зорлықшыл әкені қыз емес, өз атқанын мойындайды. Сол оқиғадан кейін ол ешқашан нақты шешім қабылдамайтын адамға айналып, жауапкершіліктен қашып жүрген айтады. Кейін ол Гондерсонға шын мәнінде не болды деп сұрайды. Мойра ақиқатты айтып береді. Гондерсон қаланың якудзамен жасаған келісімнен бас тартқысы келген және қызын сағынған. Сол себепті Мойра оны өлтірген. Алайда ол Уиллисті де өлтірмек болған сәтте кенет Алекс пайда болып, Мойраны атып тастайды. Осылайша ол әкесінің кегін қайтарады. Кейін Уиллис жоспар құрып, Алексті өзінің орынбасары етіп тағайындайды. Содан соң рация арқылы Блейнмен сөйлеседі. Ол Алекс банк қоймасына бомбалар орнатып жатқанын айтып, егер өзіне бірдеңе болса, бүкіл банк жарылатынын ескертеді. Сонымен қатар якудза жоғалған ақшалар үшін бүкіл қаладан кек алатынын айтады. Бірақ Уиллис бәрін жоюдың орнына мәміле ұсынады. Қала тұрғындары болған жағдайды жасырады, бәрін кездейсоқ оқиға ретінде көрсетеді және якудза шындықты ешқашан білмейтін болады. Джо, неге біз сені жай ғана өлтірмейміз деп сұрайды. Уиллис сабырмен, сенің бастығың үшін ең маңыздысы ақша. Ол тек сенің тапсырманы орындай алмағаныңды көреді дейді. Сосын мэрді өлтірген үшін кешірім сұрап, оның онсыз да жауыз адам болған қосады. Ақыры Джо мен қалғандары амалсыз келіседі. Қала тұрғындары дене бөлшектерімен қан іздерін тазалап, нормалды қайтадан қалыпты етіп көрсетуге кіріседі. Осы кезде Блейн Гондерсонның өлтірілген мүлде білмеген мойындайды. Көп ұзамай якудза мүшелері қалаға жетеді. Блейн жапон тілінде сөйлеп, ойыбуынды қарсы алады. Ол боран электр желілері мен ұялы байланыс мұнараларын істен шығарғанын түсіндіреді. Сосын Уиллисті жаңа шериф ретінде таныстырып, оның бұл келісімдер туралы ештеңе білмейтінін айтады. Ал Уиллиске ойыбуынды жақын маңындағы приходтың пастыры ретінде таныстырады. Олардың айтуынша, ол банк қоймасындағы маңызды құжаттарды тексеруге келген. Барлығы бірге банкке барады. Ойыбуын ақшасы мен алтынын аман екенін көріп, жеңілдеп қалады. Кейін олар Эрнидің дәмханасына келеді. Ойыбуын ет бәлішінен дәм татып, керемет екен дейді. Уиллис оның ағылшын тілін еркін меңгергенін таңғалады. Ойыбуын болса ағылшын тілін Френдс сериалын көру арқылы үйренген айтады. Блейн тоз көтереді. Бірақ Эрни шарап бөтелкесін ашқанда, тығын ұшып барып қабырғадағы қарулардың бірінің шүріппесін басып кетеді. Қару бірден атылып ойыбуынды өлтіреді. Артынша нағыз қырғын басталады. Якудза мен қала тұрғындары арасында жаппай атыс өршиді. Уиллис Джо мен жекпе-жекке түсіп, оның қаруын тартып алуға тырысады. Сыртта Алекс бірнеше якудза содырын жойып үлгереді. Қатты шайқастан кейін Уиллис ақыры Джоны өлтіреді. Атыс аяқталған кезде тірі қалғандар өте аз болады. Ақырында тек Уиллис, Блейн және Алекс қана аман қалады. Біршама уақыт өткен соң Уиллис Техас штатында уақытша шериф болып жұмыс істеп жүреді. Бұл жолы ол декреттік демалыстағы шерифтің орнын басып жүрген еді және жаңа орынбасарда бар болатын. Әдеттегідей Пенниге тағы хабарласады. Бірақ бұл жолы дауысты хабарламасын аяқтамай жатып, Пенни телефонды көтереді. Осылайша оның өмірінде жаңа үміт пайда болады. Егер бұл бейне ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ұнамаса, сенімді болу үшін дизлайкты 2 рет басыңыздар. Фильмнің өзін толық көрген әлдеқайда қызық болады. Көргендеріңізге рахмет.